Мынау тобылғының емді қасиет жайлы көп айтайын. Оның біріншіден мынау тобылғының майынан жаңа темір еткіні кетіруге болады. Бірінші. Оны қалай дайындайды десеңіздер, дәл осы жаңағыдай жас көшетін, я болмаса не дейсіз, кеппеген көшетін алып отқа бүйтіп күйдірсеңіздер, майы бөліп шыға бастайды. Өте көп күйдіру керек бірақ. Екінші, жапырағымен бірге істей берсеңіздер болады. Екінші, бұны мынау солтүстік Алматы облыстарына қымызға ұстап жүрген, мынау киік отын бізде киік отынмен пайдаланса, мына жақтар жаңағы осы тобылғыны пайдаланады екен. Үшінші, біз бұны негізгі қолданатынымыз қамшыға қолданамыз. Қамшыны жасауға, ол енді өте жай өседі, және өте қатты ағаш, сол үшін қамшыға қолданамыз. Енді бұны төртіншіден жаңа ырым қылып бесікке тақ қоятын жағдайлар көп бұл жақта. Енді ол өз сенген ырымына қарай шығар. Осындай не дейді, пайдалы тұстары бар бұл тобылғының. Енді анау интернетке жазсаңыздар, тобылғыны бір қателеспесем былтырлар естіп қалғам, Қырғызстаннан бір 1000 теңгеден, сол бір 2-3 жыл алдын естіген. Қырғызстаннан 1000 теңгеден жаңағыдай қамшы жасау үшін сатып алады деп ше, штугына. Енді білмеймін, ол біздің тауда бұндай тобылғыларды қалдырмайды. Ол жақтағы себебі бізде оңтүстікте итаки көкпаршылар көп қой. Барлығы қамшы жасаймыз деп алып кете береді. Сол. Сыйлық қып береді, бұдан қамшы жасап деген сияқты ғой, сыйлыққа да жақсы кетеді.